Кайырлы күн достар, бүгүн даруменди шай рецебин ұсынамын. Видеону бастамас бұрын сіздерге өте әдемі перделердің каналымен таныстырып өткім келеді. Сілтемесін описанияға қалдырамын, тіркеліп қойыңыздар. Бұл шай өте пайдалы, яғни дәрумендерге толы. Барлықтарыңыз демдеп көріңіздер. Шай демдеуді бастаймыз. Ыдысымызға 2 лимон тілімімен шайды саламыз. Оның үстіне мята, яғни жалбыз жапырағын салып, даршын таяқшасын, яғни корица, бадьян, наватты салып, үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Егер наваттың орнына бал қосатын болсаңыздар, балды ыстық шайдың үстіне қосуға болмайды. Балды жылы шайға қосу керек. Қақпағын жауып, шайды 5 минутқа тұндырып қойып қоямыз. Мінекей, шай дайын болды. Жақындарыңызға осындай пайдалы шайды демдеп берсеңіздер болады. Шайларыңыз дәмді болсын. Енді сіздерге жалбызды шайдың рецебін ұсынамын. Бұл шайдың дәмі өте ерекше. Шай демдеуді бастаймыз. Ыдысымызға 1 қасық шайды салып, оның үстіне 1 тілім лайм және жалбыз жапырағын салып, үстіне нават қосамыз. Қайнап тұрған ыстық суды құйып, 5 минутқа тұндырып қойып қоямыз. Видео ұнаса лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осындай көптеген жаңа рецептермен бөлісіп отырамын. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Жаңа видеода кездескенше.